саяси қуғын-сүргін құрбандарының ішінде бандылық топтар әлі терең зерттелген жоқ. Осы соңғы 3 жыл зерттеу барысында Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы аумағында банда аталып, қылмыстық іс қозғалып, артынан соның жетекшілері өлтірілгеніне біз куә болдық. Беркінов Бейсенғали, Беркінов Мамай деген есімдерменен архив құжаттарында сақталынған. Бұлардың барлығы 29-31 жылдардың аралығында қуғындалған. Бұлар Қаратөбе ауданының аумағында өмір сүрген. Совет үкіметі орнағаннан кейін 28 жылы бірінші Кампескені өткізеді. Содан кейін 29-30-да жалпы алым салықты көбейтеді. Ет салығы, астық салығы деп сол салықтар шамадан тыс көбейді және мал-мүліктерді орталықтандыруға тапсырма беріледі. Сол кезеңде жалпы алым салықтың көптігіне, жалпы саяси жүйенің дұрыс еместігіне қарсылық танытып, осылар бас біріктіріп, бас көтерген. Осылардың құрамында 10-ның үстінде адам топтасқан, қаруланып, қарсылық танытқан. 2 жылдай арттарынан қуғындаған, құнскерімен байланысын көп зерттеген, ұстатпаған. Бірақ та бұлар өздерінің отбасына көп жақындап жүрген, отбасын өздерімен бірге алып шыққысы келді ме екен. Бірақ та 31 жылы Совет үкіметі кезеңінде бұларға қарсы арнайы топтар құрылып, сол топтар бұны ұстайды. Беркінов Бейсенғали мен Беркінов Мамай екі жетекшісін осындағы біздегі түрмеде ұстаған. Біздің ойымызша олар азаппен өлтірілген. Себебі Мамай да, Бейсенғали да екеуі де жаңағы қылмыстық істе мына жерінде мынадай жарақаттар бар деп анықтама берілген. Яғни екеуі де өте қарулы адам болған. Ұрпақтарының айтуы бойынша Бейсенғали да, Мамай да заманында өте қарулы болған. Бейсенғали болыс болған, әділдігімен танылған адам болса, баласы Мамай өте қарулы. Сол кезеңдегі ұрпақтарының айтуы бойынша сол өзінің заманындағы батыр тұлғалы азамат болған.